Қарттар үйінің терезесінен сыртқа қараған сайын, Зейнеп әженің көзінде бір ғана сезім болатын, сағыныш. Ол бұл жерге өз еркімен келмеген, балалар жоқ болған соң емес, керісінше бар еді. Бірақ тек біреу жоқ, жалғыз қызы Айжамал. Айжамал осыдан көп жыл бұрын жоғалып кеткен. Бір күні үйден шығып кетіп, қайта оралмаған. Алғашында бәрі уақытша кетіп қалған шығар деді. Кейін өз өмірін бастаған болар деп жұбатты. Бірақ Зейнеп ешқашан сенген жоқ. Ана жүрегі өтірік айтпайды. Ол күнде бір есінде сыбырлап отырады. Айжамал, қайдасың жаным? Қарттар үйінде оны бәрі тыныш, ешкімге зияны жоқ әже деп біледі. Бірақ ішінде тұтас бір әлем бұзылып жатқанын ешкім байқамайды. Бір күні осы мекемеге жаңа медбике келді, Сымбат. Жасы 30-дарға таяған, көзі жылы, бірақ мінезі байсал деді. Ол бірінші күннен-ақ Зейнептің өзгелерден бөлек екенін байқады. Әже тамақ ішсе де, ұйықтаса да, бір ғана есімді қайталай береді. Сымбат бір күні оның қасына жай отырып сұрады. Әже, сіз кімді сағынып жүрсіз? Зейнеп біраз үнсіз қалды. Сосын көзін төмен салып, баяу ғана жауап берді. Қызымды, Айжамалды. Ол тірі болуы мүмкін. Мен соны сеземін. Сымбат бұл сөзге жай ғана қарт адамның елес шығар деп қарамады. Біртүрлі жүрек түбінде бір нәрсе қозғалғандай болды. Ол Зейнептің қалтасынан ескі, сарғайған бір фотосуретті көріп қалды. Онда жас қыз күліп тұрған. Артында жазу бар еді. Айжамал, 1998 жыл. Сол түні Сымбат ұзақ ұйықтай алмады. Қолына телефон алып, әлде бір ой мазалады. Ол өз-өзінен, егер ол тірі болса ше, деп ойлады. Ал Зейнеп сол түні тағы да түс көрді. Түсінде Айжамал жылаттырды, бірақ дауысы анық естілмеді. Тек көз жасы ғана. Қарттар үйінің дәлізі сол түні ерекше суық болып кетті. Бір оқиға басталғалы тұрғанын ешкім сезген жоқ еді. Сымбат сол түні ұйқы көрмей шықты. Тамата салысымен-ақ ол қарттар үйінің мұрағат папкаларын ақтара бастады. Әдетте бұл жұмыс оның міндетіне кірмейтін, бірақ Зейнеп әженің көзіне көрінген мұң оны тыныш қалдырмады. Айжамал, бұл есім оның ойында қайта-қайта жаңғырып тұрды. Кадрлық журналдардың арасынан Сымбат ескі бір қағаз тапты. Онда Зейнеп әженің тіркелген деректері, туыстары туралы жолдар бар еді. Бірақ қыз деген жері бос тұр. Неге бос? Деп көбірледі ол. Осы сәтте қасында жұмыс істейтін санитар әйел кіріп келді. Не іздеп отырсың сонша? Сымбат сәл кідіріп барып, Зейнеп әженің қызын. Әйел иығын қиқаң еткізді. Ол кісі көптен бері сол әңгімені айтады. Бірақ ешқандай дәлел жоқ. Бір кезде қызы кетіп қалған дейді ғой. Бірақ Сымбаттың ішкі түйсігі бұл сөзге сенбеді. Ол әжемен қайта сөйлесуге шешім қабылдады. Түстен кейін ол Зейнептің бөлмесіне кірді. Әже терезеге қарап үнсіз отыр екен. Қолында әлгі ескі фотосурет. Әже, Айжамал қалай жоғалды? Деп ақырын сұрады Сымбат. Зейнеп ұзақ үнсіз қалды. Сосын дауысы дірілдеп шықты. Ол біреулермен кездесем деп кеткен. Жұмыс табылды деді. Қуанған едім. Бірақ сол кеткеннен қайтпады. Сымбаттың жүрегі біртүрлі болып кетті. Сіз полицияға хабар бердіңіз бе? Әже басын шайқады. Сол кезде мені ешкім тыңдамады. Ересек адам өзі кеткен деді. Бірақ мен білем, ол өз еркімен жоғалмады. Осы сәтте Сымбаттың ойына бір нәрсе сап ете қалды. Егер шынымен біреу оны алып кеткен болса ше. Кешке қарай ол архивтен тағы бір парақ тапты. Бұл ескі қабылдау актісі еді. Онда Айжамалдың атына ұқсас жазба кездесті. Бірақ тегі толық емес, бұрмаланған. Бұл кездейсоқтық емес, деп ойлады Сымбат. Сол түні ол жеке өзі іздеуді шешті. Телефонынан ескі базаларды қарап отырып, бір ұқсас дерекке тап болды. 20 жыл бұрын жоғалған жас әйелдер туралы жабық іс тіркелген, бірақ кейін жабылып қалған. Сымбат керең дем алды. Бұл жай ғана қарт әженің сағынышы емес сияқты еді. Мұның артында әлде бір үлкен құпия жатуы мүмкін. Ал Зейнеп сол түні тағы да ұйықтай алмады. Ол терезеге қарап сыбырлады. Айжамал, егер тірі болсан, мені таба ғой. Қарттар үйінің қабырғалары бұрынғыдан да суық көрінді. Ал Сымбаттың ішінде бір ғана ой өсе берді. Мен бұл істі соңына дейін тексеремін. Сымбаттың ойынан Айжамалдың ісі кетпей қойды. Ол қанша жұмысым емес деп өз-өзін тоқтатқысы келсе де, Зейнеп әженің көзіндегі үміт бәрін жеңіп кететін. Келесі күні таңертең ол шарттар үйіне келіп, сыртқы бейне бақылау жазбаларын сұрауға тырысты. Әуелде әкімшілік келіспеді. Бұл жеке мәлімет,
Рұқсатсыз болмайды, деді бөлімдің басшысы. Бірақ Сымбат табандылық танытты. Ақыры ішкі тексеріс деп сылтау айтып, 1 сағаттық жазбаны көруге рұқсат алды. Ол кешкі ауысымның жазбасын мұқият қарап отырды. Кадрлар тыныш. Қарттар үйінің ауласы, кіріп шығып жүрген қызметкерлер. Бірақ бір сәтте Сымбаттың көзі бір адамға түсті. Қара пальто киген, орта жастағы ер адам. Ол әдеттегі келушіге ұқсамайды. Онда ешқандай пакет жоқ. Ешкіммен амандаспайды. Тікелей әкімшілік корпусқа кіріп бара жатыр. Сымбат жазбаны тоқтатты. Бұл кім? Деп күбірледі. Ол кадрды қайта-қайта көрді. Ер адамның беті анық емес, бірақ жүрісі таныс сияқты көрінді. Сол күні кешке ол Зейнеп әжеге тағы барды. Әже, Айжамалдың соңғы рет сөйлескен адамы есіңізде ме? Зейнеп біраз ойланып қалды. Ол бір ер адам туралы айтқан. Маған жұмыс ұсынып отыр деді. Бірақ атын айтпады. Тек сенемін деді. Сымбаттың жүрегі тарс ете қалды. Сенемін. Ол бейне бақылаудағы адамды есіне алды. Сол жүріс, сол бағыты. Кеш түсе, Сымбат қарттар үйінің сыртында біраз тұрды. Кенет сол қара пальталы ер адам алыстан көрінді. Ол біреумен телефонда сөйлесіп келе жатты. Сымбат тығылып, оны бақылап қалды. Ер адам мекеме маңындағы көлікке отырып кетті. Нөмірі толық көрінбеді, бірақ бір бөлігі есінде қалды. Сол сәтте Сымбаттың ішінде қорқыныш пен қызығушылық араласып кетті. Бұл жай сәйкестік емес. Ол дереу жазып алды. Ал сол түні Зейнеп әже ерекше мазасыз болды. Ұйықтамай төсегінде отырып сыбырлады. Біреу жақындап келеді. Айжамал, мен сеземін. Дәл сол кезде Сымбат қолындағы деректерге қарап отырып, алғашқы нақты ізге тап болғанын түсінді. Бірақ ол әлі білмеді. Бұл із оны өте үлкен құпияға алып барады. Сымбат қолындағы жазып алған нөмірді қайта-қайта қарап отырды. Бір бөлігі анық көрінді. Ол таңертеңнен бастап көліктер базасын тексеруге тырысты. Бірақ толық нөмірсіз табу қиын еді. Сол сәтте ол бір шешімге келді. Қарттар үйіндегі ескі тіркеу құжаттарын түгел қарап шығу. Архив бөлмесінде шаң басқан папкалар көп еді. Әр парақ бір адамның тағдыры сияқты. Сымбат бірнеше сағат бойы отырып тізімдерді ақтарды. Кенет оның көзі бір құжатқа түсті. Қосымша келушілер журналы. Сол жерден ол кеше бейне жазбадан көрген қара пальталы ер адамға ұқсас есімді тапты. Нұрлан. Жанында белгі, қызметтік рұқсатпен кірген. Сымбаттың жүрегі жиілей түсті. Қызметтік рұқсатпен, демек ол мұнда жай адам емес. Ол дереу Зейнеп әженің бөлмесіне барды. Әже, сізге Нұрлан деген есім таныс па? Зейнеп бір сәтке селгете қалды. Көзінде қорқыныш пен күдік араласып кетті. Ол Айжамалмен сөйлескен адамның аты сияқты еді. Бірақ мен нақты білмеймін. Сымбат үнсіз қалды. Бұл жай кездейсоқтық емес еді. Сол күні түстен кейін Сымбат Нұрланды сырттан күтіп алды. Ол қайта келетінін сезді. Кешке қарай ол шынымен де көрінді. Нұрлан мекеме алдына келіп, ішке кірмек болды. Бірақ дәл сол сәтте Сымбат оның жолын кесті. Сіз кімсіз? Деді ол, сабырлы, бірақ қатты үнмен. Ер адам бір сәт тоқтап қалды. Көзі тайқып кетті. Мен таныс адамымды іздеп жүрмін. Кімді? Ол жауап бермей тұрып қалды. Сымбат оның қалтасынан түсіп алған кішкентай қағазды байқап қалды. Жылдамалық қарады. Онда бір мекенжай жазылған еді. Ескі қала шеті, ескі қоймалар аймағы. Сымбаттың ішін бір суық сезім қарып өтті. Бұл не мекен? Деді ол. Нұрлан қағазын жұлып алуға тырысты, бірақ кеш еді. Сымбат оны көріп қойған. Сол сәтте ер адам қатқыл дауыспен: "Бұған араласпаңыз, бұл сіздің деңгейіңізден үлкен нәрсе." Сөйтіп бұрылып кетіп қалды. Сымбат артынан ұзақ қарап тұрды, бірақ енді кері шегінуге кеш еді. Сол түні ол Зейнеп әжеге келіп, қолын ұстап отырды. "Әже, мен бір із таптым, бірақ бұл қауіпті болуы мүмкін." Зейнептің көзі жасқа толды. "Мен тек қызымды көргім келеді, басқа ештеңе керек емес." Сымбат басын изеді. "Мен сізге уәде беремін, табамыз." Ал сол түні ол қағаздағы мекенжайды қайта-қайта қарап отырды. Ескі қоймалар. Бұл жер емес сияқты еді. Бір нәрсе анық болды. Айжамалдың ізі енді ашыла бастады. Там атпай тұрып Сымбат әлгі мекенжайды тағы бір қарап шықты. Қала шетінде орналасқан ескі қоймалар аймақ екен.
Ол жер туралы айтылғанда, қарттар үйінің бір қызметкері көзін тайдырып, тез әңгімені басқа жаққа бұрғаны есіне түсті. Бұл кездейсоқ емес деп ойлады ол. Сымбат ешкімге айтпай, жалғыз баруды шешті. Егер шынымен қауіпті нәрсе болса, басқа адамдарды араластырғысы келмеді. Түске таман ол таксимен қала шетіне жетті. Қоймалар алыстан-ақ тозған, қараусыз қалған сияқты көрінді. Кемір қақпалар тот басқан. Жел соққанда есік сықырлап қояды. Ішке кірген сайын ауа ауырлана түсті. Сымбат жүрегін басып алға жүрді. Бір қойманың есігі жартылай ашық тұр екен. Ол тоқтап, демін ішіне тартып, ішке көз жүгіртті. Алғашында ештеңе көрінбеді, бірақ бір сәтте ішкі жақта ескі үстел, қағаздар және бір бұрышта шағын тізімделген файлдар жатты. Біреу мұнда жақында ғана болғаны анық. Сымбат ақырын кірді. Сол кезде аяқ астындағы темір сықыр етіп кетті. «Кім бар?» деген дауыс естілді сырттан. Сымбат бірден қабырғаға тығылды. Екі ер адам ішке кіріп келді. Бірі Нұрлан, екіншісі белгісіз, бірақ киіміне қарағанда күзетші сияқты. «Ешкім көрген жоқ па?» деді белгісіз ер адам. «Жоқ, бірақ бір медбике күдіктеніп жүр», деді Нұрлан ашуланып. Сымбаттың жүрегі тас болып қатты. Медбике, бұл мен туралы. Ол тынысын ішіне тартып, еш қимылдамады. Ер адамдар бір қорапты ашты. Ішінде құжаттар, ескі фотоальбомдар бар екен. Сымбат бір сәтте көзін сығырайтып қарады. Фотолардың бірінде жас қыздың суреті тұрды. Айжамал. Сымбаттың денесі дір ете қалды. Ол тірі болған. Сол сәтте Нұрлан ашуланып сөйледі. «Оны тезірек басқа жерге көшіру керек. Егер біреу іздеп жатса, бәрі әшкере болады». Екінші адам бас изеді. «Ол әлде тыныш емес пе?» «Жоқ, анасы тірі екенін сезіп жүр». Сымбаттың жүрегі тоқтап қала жаздады. Анасы, Зейнеп әже. Осы сәтте сыртта көлік дауыс естілді. Ер адамдар бірден селк етіп: «Біреу келді». Сымбат бұдан әрі тұра алмай, артқы есікке қарай жүгірді. Кемір есік сықырлап ашылып, ол сыртқа шықты. Қоймадан алыстап бара жатып, қолындағы бір қағазды байқамай жұлып алғанын сезді. Ол тоқтап қарады. Қағазда бір мекенжай мен бір ғана сөз жазылған еді: ауыстыру күні. Сымбаттың басы айналып кетті. Бұл жай жоғалу емес еді. Бұл жоспарланған нәрсе. Ол қарттар үйіне қайтып келе жатып, бір ғана ой қайталай берді: Айжамал тірі, бірақ ол бір жерде ұсталып отыр. Ал Зейнеп әже сол күні кешке ерекше мазасыз болды. Терезеге қарап: «Қызым жақын, мен сеземін», деп сыбырлады. Сол сәтте Сымбат шешім қабылдады. Бұл істі тоқтатуға болмайды. Сымбат қарттар үйіне қайтып келгенде қолы әлі тірілдеп тұрды. Қоймада көргені жай кездейсоқтық емес, тұтас жүйе екенін ол енді анық түсінді. Ем ауырса, Айжамалдың суретін көру еді. Ол тірі. Бұл ой жүрегін ауыртып, бір жағынан үміт отын жаққандай болды. Кешке қарай ол Зейнеп әженің бөлмесіне кірді. Әже әдеттегідей терезеге қарап отыр екен. Бірақ бүгін көзінде бір мазасыздық бар. «Әже, мен сізге бір нәрсе айтуым керек», деді Сымбат ақырын. Зейнеп оған бұрылды. «Айта ғой, балам». Сымбат біраз кідіріп қалды. Мұндай шындықты айту оңай емес еді. «Мен сіздің қызыңызға қатысты бір із таптым». Сол сәтте Зейнептің көзі кең ашылды. «Қызым, тірі ме?» Сымбат басын изеді, бірақ асықпай сөйледі. «Мен толық дәлел айтпаймын, бірақ ол тірі болуы мүмкін, және оны бір жерге жасырып ұстап отырған сияқты». Зейнептің қолы дір ете түсті. Көзінен жас парлап кетті. Мен соны білетінмін, ішім сезетін». Ол ұзақ үнсіз отырды. Сосын әлсіз дауыспен: «Қайда? Қай жерде бол?» Сымбат ауыр дем алды. «Ескі қоймалар аймағында. Бірақ ол жер қауіпті. Онда бір адамдар бар. Олар бәрін бақылап отыр». Зейнеп орнынан тұруға тырысты. «Онда барамыз». Сымбат бірден тоқтатты. «Жоқ әже, бұл өте қауіпті. Сіз бара алмайсыз». Зейнеп көз жасын сүртпестен: «Онда мен қалай күтемін? 20 жыл күттім ғой. Енді тағы күтейін бе?» Бұл сөз Сымбаттың жүрегін ауыртып жіберді. Ол үнсіз қалды. Сол түні Сымбат жалғыз отырды. Қолында қоймадан алған қағаз. Онда ауыстыру күні деген жазу бар еді. Ол ойланып отырды. Егер олар біреуді ауыстыратын болса, демек жақында бір нәрсе болады.
Кенет оның телефонына белгісіз нөмірден хабарлама келді. Қысқа ғана. Іздеуді тоқтат, бұл сен ойлағаннан үлкен. Сымбаттың денесі тітіркеніп кетті. Ол бірден телефонды Зейнеп әжеге қарады. Бірақ әже ұйықтап жатқандай көрінді. Алайда оның көзі ашық еді. Сол сәтте Зейнеп ақырын сыбырлады. Олар мені де байқап қойды. Сымбат шошып кетті. Әже, не дедіңіз? Бірақ әже үндемеді. Кек көзінен жас ағып жатты. Сымбат енді түсінді. Бұл істі жасыруға тырысқандар оларды да бақылап жүр. Ал ең қауіпті кезең енді басталғалы тұрған еді. Күн тыныш болғанымен, карттар үйінің ішінде тыныштық жоқ еді. Сымбаттың ойы сан саққа бөлініп, телефонын қайта-қайта тексерді. Белгісіз нөмірден келген хабарлама әлі көз алдында тұрды. Іздеуді тоқтат. Бірақ енді тоқтау мүмкін емес еді. Сымбат таң ата салысымен Зейнеп әженің жағдайын тексерді. Әже үнсіз отыр, бірақ көзі бұрынғыдан да терең ойға батқан. Әже, бүгін өзіңізді қалай сезінесіз? Деді Сымбат. Қызым жақында деп, қысқа жауап берді Зейнеп. Сымбат оның қолын ұстап. Біз оны табамыз, бірақ сізге сабыр керек. Сол сәтте дәлізден аяқ дыбысы естілді. Біреу жақындап келе жатты. Мекеме басшысы мен тағы екі қызметкер кірді. Сымбат, кабинетке кіріңіз, деді басшы қатқыл үнмен. Сымбаттың жүрегі бірден түсіп кетті. Кабинетте оны күткен адам бұрын көрмеген, ресми киінген ер адам еді. Сіз қарттар үйінің ішкі тәртібін бұзып жүрсіз, деді ол салқын дауыспен. Мен тек бір істі тексеріп жүрмін, деді Сымбат. Бұл сіздің жұмысыңыз емес. Сол сәтте үстел үстіне бір папка қойылды. Ішінде Сымбаттың қоймаға барған сәті анық бейне жазбада көрініп тұр. Сымбат үнсіз қалды. Біз сізді жұмыстан шеттете аламыз, деді әлгі адам. Егер жалғастырсаңыз, жауапкершілікке тартыласыз. Бұл ашық ескерту еді. Сымбат кабинетті тастап шықты. Жүрегі дүрсілдеп, бірақ ішкі шешімі өзгермеген. Дәлізде оны Зейнеп әже күтпеген жерден ұстап алды. Олар сені де қорқытып жатыр ма? Деді әже бәсең дауыспен. Сымбат шошып кетті. Әже, сіз бәрін естідіңіз бе? Мен көп нәрсені білемін, балам, деді Зейнеп. Олар мені мұнда жай әкелген жоқ. Сымбат оның жүзіне қарап аң-таң болды. Не айтқымыз келіп тұр? Зейнеп бір сәт үнсіз қалды. Сосын ауыр дем алып. Айжамалды кек мен емес, олар да іздеп жүр. Сымбаттың денесі тітіркеніп кетті. Олар кім? Бірақ дәл сол сәтте, дәлізде жарық бір сәт жыпылықтап, есік сыртынан күмәнді көлеңке көрінді. Біреу тыңдап тұрған еді. Сымбат бірден Зейнепті бөлмесіне кіргізіп, есікті жапты. Енді бізге ашық жүру қауіпті, деді ол сыбырлап. Зейнеп басын изеді. Онда тезірек әрекет ету керек, ертең кеш болуы мүмкін. Сымбат қолындағы телефонды қатты қысты. Ол енді анық түсінді. Бұл жай іздеу емес. Оларды тоқтатуға тырысатын күш бар. Ал ең қорқыныштысы, ол күш енді олардың өзіне жақындап келе жатқан еді. Сол түн қарттар үйінде тыныштық мүлде жоғалды. Сымбат есікті іштен жауып, Зейнеп әженің бөлмесінде ұзақ отырды. Терезеден түскен әлсіз жарық олардың жүзін ғана әрең көрсетіп тұр. Әже, сіз бір нәрсені айтпақшы едіңіз. Мені жай әкелген жоқ дедіңіз, деді Сымбат ақырын. Зейнеп ұзақ үнсіз қалды. Сосын көзін төмен салып, мен мұнда кездейсоқ түскен жоқпын, деді. Сымбат аң-таң болды. Қалай? Әже ауыр дем алды. Айжамалды іздегенім үшін бір адам келді. Қызымды табуға көмектесемін, деді. Бірақ мен сенбедім. Содан кейін мені осында әкеліп тастады. Сымбаттың жүрегі суып кетті. Демек, олар сізді әдейі бақылауда ұстап отыр. Зейнеп басын изеді. Олар менің іздеуді тоқтатқанымды қалайды. Сымбат орнынан тұрып бөлмені айналып жүрді. Енді бәрі анық бола бастады. Бұл тек жоғалу емес, үлкен құпия операция. Бізге жоспар керек, деді ол ақыры. Зейнеп оған тік қарап, қандай жоспар? Сымбат қағаз алып үстелге жайды. Қоймада ауыстыру күні деген жазу болды. Демек, олар бір жерден екінші жерге біреуді көшіреді. Егер біз сол күнді білсек, Айжамалды көре аламыз. Зейнептің көзі жанып кетті. Мен барамын. Жоқ әже, деді Сымбат қаттырақ. Сіз тек қауіпсіз жерде боласыз. Бірақ Зейнеп бірінші рет қатты сөйледі. Ол менің қызым. Бұл сөз бөлмені сілкіндіргендей болды. Сымбат үнсіз қалды. Бірнеше секундтан кейін ғана. Жарайды, бірақ сіз менің жанымда боласыз.
Сол сәтте екеуі жоспар құрды. Сымбат қызметкер ретінде ішке кіреді, ал Зейнеп жақын маңда жасырынып тұрады. Таң атқан соң Сымбат қоймаға баруға дайындала бастады. Телефонына тағы бір белгісіз хабарлама келді. Сен тоқтамайсың ба? Сымбат бұл жолы жауап берді. Жоқ. Сол сәтте сыртта бір көлік тоқтағанын естіді. Терезеден қарағанда қара түсті көлік қақпа алдында тұр еді. Ішінен таныс адам түсті, Нұрлан. Бірақ бұл жолы ол жалғыз емес. Сымбаттың жүрегі тарс ете қалды. Олар бізді күтіп жүр, деді ол сыбырлап. Зейнеп тыныш қана. Онда бізде дайын боламыз. Сол түні екеуі де ұйықтамады. Бірі қорқыныш пен үміт арасында, екіншісі аналық жүректің күшімен. Ертең үлкен өзгеріс болатыны анық еді. Таң әлі толық атпаған. Қала шеті тұманға оранып, ескі қоймалар аймағы бұрынғыдан да суық көрінді. Сымбат қарапайым қызметкер халатын киіп, қолына құжат папкасын ұстап шықты. Сырттай қараса, кәдімгі жұмыс күніне бара жатқандай. Ал шын мәнінде бұл оның өміріндегі ең қауіпті күн еді. Зейнеп әже алдын ала келіскен жоспар бойынша қойма маңындағы ескі аялдамада жасырынды. Қолында кішкентай ғана орамал, көзі алаңдаулы, бірақ ішінде бір ғана ой: Айжамалды көру. Сымбат қоймаға жақындағанда жүрегі қатты соғып тұрды. Есік алдында күзет күшейген, бұрынғыдан көп адам. Қайда барасыз? Деді күзетші. Құжаттарды тексеруге, ауыстыру бойынша, деді Сымбат сенімді үнмен. Күзетші оның папкасына қарап, басын изеді. Ішке. Сымбат ішке кіргенде ауаның өзі ауыр сезілді. Бұл жолы қойма бұрынғысынан да жанды сияқты көрінді. Адамдар асығып жүр. Қораптар тасылып жатыр. Бір бұрышта Нұрлан тұр екен. Ол біреуге телефонмен қатты сөйлесіп жатыр. Иә, бәрі дайын. Бүгін түнге дейін көшіреміз. Сымбат қабырғаға тығылып тыңдап қалды. Көшіреміз. Осы кезде ішкі бөлмеден әлсіз дауыс естілді. Әйел адамның дауысы. Сымбат бірден сол жаққа қарай жылжыды. Есіктің саңлауынан қарады. Іште бірнеше қыз отыр. Қорқынышты емес, бірақ шаршаған, үміті сөніп қалған жүздер. Ал олардың арасында Сымбаттың демі тоқтап қалды. Айжамал. Жас емес, бірақ көзі тірі. Шаршаған, бірақ тірі. Сымбаттың қолы дірілдеп кетті. Ол шынымен. Сол сәтте артынан аяқ дыбысы естілді. Сен мұнда не істеп жүрсің? Нұрлан. Сымбат тез бұрылып, құжат тексерсін. Бірақ Нұрлан оның сөзін бөлді. Сен бәрін білесің. Екеуі бір-біріне қарап қалды. Сол кезде қойма сыртында бір дыбыс естілді. Есік қатты ашылған. Зейнеп кіріп келген еді. Қызым, деген дауыс бүкіл қойманы жаңғыртып жіберді. Ішкі бөлмедегі қыздар шошып кетті. Айжамал басын көтеріп қарады. Бір сәт, үнсіздік. Сосын Айжамал сыбырлап: Апа? Зейнеп жүгіріп келіп есікке соғылды. Айжамал! Сол сәтте бәрі бұзылды. Нұрлан айқай салды. Тоқтатыңдар оларды! Қойма ішіндегі хаос басталды. Сымбат Зейнепті ұстап: Біз шығамыз, деді. Бірақ есік жабылып қалған. Сыртта адамдар көбейіп жатты. Сол сәтте Айжамал есікке жақындап: Апа, мен тірімін, деп жылады. Зейнеп есікке қолын соғып: Мен сені іздедім, жерім ашыл. Сымбат жан-жағына қарап шешім қабылдады. Бізді қоршады. Бірақ дәл сол кезде қойма сыртынан көліктердің дауысы, сиренаға ұқсас дыбыстар естілді. Біреу келіп жатты. Ал Нұрланның жүзі алғаш рет өзгерді. Ол қорқып кетті. Сымбат сыбырлады: Бұл біз ойлағаннан да үлкен нәрсе. Ал есіктің ар жағында Айжамал мен Зейнеп бір-бірін көріп тұрды. Бірақ араларында әлі де кемір есік бар еді. Қойманың ішіндегі хаос күшейіп жатты. Аяқ дыбыстары, айқай, есікке соғылған соққылар бәрі бір-біріне араласып кеткен. Сымбат Зейнеп әжені қабырғаға жақын алып барып қорғауға тырысты. Шыдамды болыңыз, бір нәрсе болып жатыр, деді ол сыбырлап. Зейнептің көзі тек есік жақта, ар жағында Айжамал. Ана мен бала бір-бірін көріп тұр, бірақ арада кемір бөгет бар. Қызым, деп Зейнеп әлсіз дауыспен қайталады. Сол сәтте сырттан қатты дыбыс естілді. Бірнеше көлік бірден тоқтады. Ер адамдардың айқайы басылып, орнына тәртіпті, бұйрық беретін дауыстар келді. Барлығын тоқтатыңдар, полиция! Бұл сөз қойманың ішін бір сәтке қатырып тастады. Нұрлан артқа шегінді. Көзі жан-жағына жүгіріп, алғаш рет үрей анық көрінді. Бұлай болмау керек еді, деді ол тістерінің арасынан. Сымбат осы сәтті пайдаланып, есік жаққа жүгірді.
Айжамал, біз келдік, деді ол қатты дауыспен. Ішкі бөлмедегі қыздар қозғала бастады. Есіктің құлпы сырттан бұзылып жатқан дыбыс естілді. Сымбат Зейнептің қолын ұстап, қазір ашылады. Зейнеп көз жасын тыя алмады. 20 жыл, деп сыбырлады ол. Сол сәтте темір есік сарт етіп ашылды. Айжамал бірден алға ұмтылып, апа! Зейнеп те оған қарай құлады. Екеуі құшақтасып қалды. Бұл көрініс Сымбаттың көзінде жасқа толтырды. Бірақ ол тоқтаған жоқ. Қыздарды сыртқа шығара бастады. Сыртта полиция Нұрланды және оның адамдарын ұстап жатты. Қарсылық болғанымен бәрі бақылауға алынды. Айжамал Зейнептің қолын жібермей тұрды. Мен қорқып кеттім. Мені ешкім таба алмайды деп ойладым, деді ол жылап. Зейнеп оның шазынан сипап, мен сені ешқашан жоғалтқан жоқпын, жүрегіммен іздедім. Сымбат бір қадам артқа шегініп қарап тұрды. Ол үшін бұл тек операция емес еді. Бұл аяқталған бір ауыр тағдыр болатын. Полиция Нұрланды алып кетіп бара жатқанда, ол Сымбатқа қарап, сен білмейсің, сен не істегеніңді түсінбейсің, деді. Бірақ Сымбат үндемеді. Күн шығып келе жатты. Қойма маңы баяу тыныштала бастады. Зейнеп пен Айжамал бір-бірін жібермей отыр. Сымбат олардың қасына келіп, енді бәрі бітті, деді. Зейнеп оған қарады. Сен бізге өмір бердің, деді ол көз жасын сүртіп. Сымбат басын шайқады. Жоқ, әже, сіз маған үміттім не екенін көрсеттіңіз. Сол күні 3 тағдыр бір-бірімен қайта тоғысты. 20 жыл бойы жоғалған үнсіздік ақыры аяқталды. Ал енді оларды тек бір нәрсе күтіп тұрды. Жаңа өмір. Полиция алып кеткеннен кейін қойма маңында бәрі біртіндеп тыныштала бастады. Бірақ Зейнеп пен Айжамал үшін тыныштық енді басталғандай емес. Керісінше, ең ауыр әңгіме енді ашылатындай сезілді. Сол күні кешке оларды уақытша орталыққа алып келді. Сымбат та жанында қалды. Бөлме жылы болғанмен, Айжамалдың көзі әлі де қорқыныштан арыла алмады. Ол анасының қолын қатты ұстап отырды. Зейнеп ақырын ғана, енді бәрі артта қалды бізім. Маған тек шындықты айтшы, сен қалай өмір сүрдің, деді. Айжамал ұзақ үнсіз қалды. Сосын көзін төмен салып, ауыр дем алды. Апа, мен ол жақта адам сияқты өмір сүрген жоқпын. Сымбат үнсіз отырып қалды. Ол араласпады, тек тыңдады. Айжамал баяу сөйледі. Мені ол адам алғашында жұмыс ұсынан деп алдады. Жаңа өмір бастайсың, деді. Мен сендім, жас едім, бәріне сенетінмін. Зейнептің қолы дір етті. Содан кейін мені басқа қалаға алып кетті. Телефонды алып қойды. Сырттен байланыс жоқ болды. Айжамал көз жасын сыртпеді. Олар бізді бір жерден екінші жерге ауыстырып отырды. Бірнеше қыз болды. Бәріміз бірдей едік. Жоғалған, ізсіз кеткен адамдар. Сымбаттың жүзі қатая түсті, бірақ сөзін бөлмеді. Бізді ешкім іздемейді деп сендірді. Сендер ұмытылғансыңдар, деді. Сол сөз ең қатты ауырды. Зейнеп көзіне жас алып отырды. Мен сені ешқашан ұмытқан жоқпын. Айжамал басын изеді. Мен қартайып кеттім ішімде, апа. Уақыт тоқтап қалғандай болды. Күн мен түн бірдей еді. Кейде бір ғана ой ұстап тұрды. Сен мені күтесің деп. Сол сәтте ол Сымбатқа қарады. Сол медбике мені көрген күні мен алғаш рет үміт сезіндім. Біреу іздеп жүр деген сезім мені тірі ұстады. Сымбат көзін төмен түсірді. Ол өзін кінәлі сезінгендей болды. Айжамал сөзін жалғастырды. Олар бізді тек жасырып қойған жоқ. Олар бізді жоқ адам қылып үйреткісі келді. Атын ұмыттырды, үйін ұмыттырды, өзінді ұмыттырды. Зейнеп орнынан тұрып қызын құшақтады. Бітті. Енді ол өмір жоқ. Айжамал анасының иығына басын қойып жылап жіберді. Мен тек бір нәрсені білгім келді. Сен тірі ме екенсің? Сымбат терезеге қарап тұрды. Оның ішінде ашу мен ауыр ой қатар жүрді. Олар мұны жалғыз істемеген. Бұл үлкен жүйе болған. Сол кезде Айжамал ақырын ғана қосып қойды. Бірақ ең қорқыныштысы, бізді ұстап тұрған адам әлі де біреулерге жұмыс істеп келген. Бөлмеде үнсіздік орнады. Зейнеп баяу ғана. Демек бұл әлі бітпеген бе? Сымбат басын көтерді. Көзі қатайып кетті. Жоқ, енді басталады. Сол сәтте бәрі түсінді. Айжамал құтқарылғанымен, оның артындағы шындық әлі толық ашылмаған еді. Айжамалдың сөзінен кейін бөлмеде ауыр үнсіздік орнады. Ешкім бірден сөйлемеді. Кек сырттағы желдің дыбысы ғана естіледі. Сымбат ақыры сабырмен сұрады. Олар бізді ұстап тұрған адам
әлде жұмыс істеп келген дедің? Ол кім? Айжамал көзін төмен түсірді. Қолдары дірілдеп тұр. Мен оның атын толық білмеймін. Бірақ ол тек Нұрлан емес. Ол жоғарда тұрған біреу. Зейнеп селк етті. Жоғарда? Айжамал басын изеді. Біз тұрған жер тек бір бөлік қана еді. Кейбір қыздарды басқа қалаға жіберіп отырған. Құжаттар өзгертілетін, аттар өшірілетін. Сымбат ойдан қалды. Оның ішкі түйсігі бір нәрсені байланыстырды. Ауыстыру күні, құжаттар, жабық жүйе. Бұл жай қылмыс емес, ұйымдасқан желі. Бірақ енді бәрі ашылған еді. Сымбат жайған айтты. Енді сен қауіпсізсің, бәрі тоқтады. Айжамал алғаш рет терең тыныс алды. Мен енді қорықпаймын. Зейнеп қызын қатты құшақтады. Енді ешқашан жоғалтпаймын. Сол түн олар бірге отырды. Ұзақ жылдардан кейін алғаш рет үмітпен. Нұрлан мен оның адамдары толық тергеуге алынды. Құпия жүйе әшкереленіп, қойма жабылды. Бұл іс тек бір отбасының ғана емес, үлкен қылмыстық топтың бетпердесін ашқан еді. Зейнеп енді қарттар үйінде қалмады. Ол Айжамалмен бірге шағын пәтерге көшті. Алғашқы күндері олар бір-бірінен көз алмай жүрді. Қорқып емес, жоғалтып алудан. Айжамал кейде түнде оянып кететін, бірақ енді ол жалғыз емес еді. Сымбат та оларды жиі көріп тұратын болды. Бірақ ол өзін құтқарушы деп есептемеді. Бір күні Зейнеп оған қарап, сен келмегенде біз әлде қараңғыда болар едік деді. Сымбат жымиып, жоқ әже, сіздің үмітіңіз мені әкелді. Сол сәтте Айжамал қосылды. Енді бізде жаңа өмір бар, сыртта күн жарқырап тұрды. Бұл жолы ешқандай қорқыныш жоқ еді. Зейнеп терең дем алып, өткен өмір ауыр болды, бірақ енді мен кек бір нәрсені қалаймын, қызымның күлгенін көру. Айжамал күліп жіберді. Сол күлкі ұзақ жылдардан кейінгі ең шынайы күлкі еді. Сымбат есіктің жанында тұрып, соңғы рет қарап, кейбір жаралар жазылмайды, бірақ олармен өмір сүруге болады деп ойлады. Ал үй ішінде алғаш рет тыныштық емес, өмірдің өзі естілді. Осы оқиға сізге әсер еткен болса, арнамызға жазылып, қазақ тіліндегі контенттің дамуына қолдау көрсетіңіз. Сіздердің қолдауларыңыз бізге жаңа әрі мағыналы оқиғаларды жасауға күш береді.